жақын. Дауыс естіліп тұр ма, оқырмандар жазып жібересіздер ме? Дауысым естіліп тұр ма менің? Саламатсыздар ма, кіріп алыңыздар. Бүгін бір керемет тақырып қозғалайын деп тұр. Менің дауысым естіледі ғой да? Жақсы. Мен комментарий сразу выключать ете берейін. Кіріп алайық. Әркім өзінің мамандығын жазып кетсінші. Кім қандай мамандық иесі? Маған жазып кетіңіздер. Пока біздер басталғанша 5 минут күтейік. Әр адам өзінің мамандығын, мамандық дегенде нишасын жазып кетсін. Ниша деген сөздің өзін түсінбеуі мүмкін кейбіреулері. Яғни қазіргі істеп жатырған кәсібін. Ал кәсібі болмаса, менде кәсіп жоқ деп жазса болады. Арамызда мұғалім бар, поварлар бар, темір жолда жасайтындар бар, тігіншілер бар. Керемет. Сәлем. Психологтар бар, маникюристер бар, Мерекей компаниясында, Арифлейм компаниясында кәсіп жоқ дейді. Кәсіп жоқ оқырмандар кәсіптерін таңдайтын болады. Ал кәсібі бар оқырмандар Инстаграмда қалай дамыту керектігін көретін болады. Яғни кеңестер айтылатын болады. Педагог дейді, блогерлер, ковер түсіруші, әнші дейді, кәсіп жоқ, мұғалім. Бір тағда 3 минут күтейік, 3 минуттан кейін уже эфиріміз басталатын болады. Так, что-то эфир бұлыңғырлап тұр да. Все равно бет-бет бұлдырылып тұр екен. Енді қойды. Адамдар әлі қосылып жатыр екен. Бір 3 минут күтейік, сосын эфиріміз басталады бұйырса. Мысалға, қазіргі таңда енді өздеріңіз білесіздер да, қазір тем более карантиннің уақытында көп адамдар жақсы көрініп тұр дейді. Көп адамдар жұмыссыз қалды. Я, например, мысалға, кейбір адамдардың жұмыстары тіптен жабылып қалды. Мен до этого мартқа дейін мен негізі финансовый консультант болдым белгілі бір компанияда, атауын айтпай-ақ қояйын. Ол компания осы карантиннен кейін өздері онлайн жұмыс жасағанның, онлайнның маңыздылығын түсініп жабылып қалды. Сол сияқты көп жұмыстарда, көп кәсіпорындарда қысқартулар болды да, например. Яғни, все равно осы карантин кезі біздерге онлайн жұмыстың, офлайннан қарағанда онлайн жұмыстың маңыздылығын түсіндіре білді. Көп адамдар до этого, даже 1 жыл бұрын біздерде сайт жасау, Инстаграм деген сөздерді қабылдай алмады ғой адамдар. Жоқ, мен офлайн білем деген сияқты, мысалы, даже базардағы ипларға дейін барып жана кеңес айтасың ғой. Сіз магазиніңізді қазір онлайн бағытта дамытыңыз, Инстаграмда дамытыңыз десең, мысалы, сауда-саттықпен айналысатындарға, олар айтады, жоқ, мен осы бутигім бар, маған осы болады деп айтатын кездер болды. Мен наушник алып келейінші, все же, қазір келем. Кіре беріңіздер. Петличный микрофон алып келейін, чтобы сіздерге жақсы естілу үшін. Міне қазір петличный микрофон қосам, сол кезде вообще жақсы естілетін болады. Дауыс алыстан естілсе тоже жаман да.
Енді естіле ма? Дауыс бар ма, оқырмандар, айтып жіберіңізші. Дауыс бар ма, соны айтып жіберіңіздер, соны уже эфирімізді бастаймыз, болды, күтпейміз ары қарай. Дауыс бар ғой да? Онда петличный микрофон, бар дейді, болды онда. Бар болса болды, қазір сабағымызды бастаймыз. Давайте онда. Комментарийді выключать етейін. Так, құрметті оқырмандар, алдымен өзімді таныстырып өтейін. Мен SMM маманы, есімім Шырын Мәлік қызы. Енді SMM саласында осы курс өткізіп жүргенімнің өзіне 3 жыл уақыт болған екен. Сіздерге айтарым көп, бірнеше курстардың авторы боламын. Бұйырса беретін білімім де көп дейсің ғой. Сондықтан енді көп деген SMM мамандары, жалпы біздер на самом деле біздер оқырмандарға инструмент береміз да. Көп инструменттерді береміз, бірақ әр адам успешный болу үшін, әр адам сол инструментті қолдана алу үшін алдына қойған мақсаты болу керек екен да. Сондықтан бүгін мен негізі сіздерге көп инструмент берем деп ойладым да, бірақ мана ойланып қалдым. Ол адамдар ол инструментті алдымен берсең түсінбей қалуы мүмкін да. Алдымен мен қазір сіздерге сол инструменттердің маңыздылығын түсіндіргім келіп отыр. Жаңа инструмент деп отырғанымыз осы Инстаграмды қолдану, Инстаграмда копирайтинг бойынша текст жазу, мысалы Инстаграмда фото жасау, Инстаграмда видео жасау, Инстаграмда сайт жасау, таргет жасау, осының барлығы, яғни OLX па, YouTube па, бұның барлығы біздерде бизнесімізді дамыту үшін, бизнесімізді успешный болу үшін берілетін техникалар, яғни бұның барлығы инструменттер. Бірақ та, алайда оқырмандар, адам успешный болу үшін ол инструменттер ғана жеткіліксіз. Яғни бизнесі даму үшін, бизнесі алға жүру үшін тек қана инструменттер берген адамдарға жеткіліксіз. Яғни біз алдымен адамдарға не үшін сіз бизнесіңізді дамыту керексіз? Не үшін адам бизнесін дамыту үшін алдына мақсат қою керек? Ол инструменттерді пайдалану үшін, мысалға қараңыздаршы, мен уже 3 жылдан бері курс өткізіп жүрмін де, бірақ та мысалы курсқа бір топқа 40 адам қойып, мен әр топқа 40 адамнан қосам ғой, сонда бір топта 40 адам болады дағына, сол 40-тың мысалға жартысы, яғни 20-сы өте жақсы орындап, сол мен берген білімнен үлкен результат көрсетеді, и сен деген соған риза боласың. Ал мысалға жетістікке негізі жалпы бұл өмірде біз үшін ең маңыздысы ол ақша да, например, мысалға ретінде қолыңда ақшаң болса, сен уже қалаған нәрсеңді ала аласың, қалаған киіміңді кие аласың, қалаған тамағыңды жей аласың, қалаған жеріне бара аласың, ата-анаңа көмектесе аласың. Яғни ақша үшін қазір адамдар таңертеңнен кешке дейін жұмыста жасайды. Яғни қандай да бір жаңағы нелерге барады да, мысалы ақша салып бизнес ашады. Яғни мысалы барлық қолынан келгенін жасайды ақша үшін на самом деле. Бірақ та барлығы талпынады, бірақ әрекетке жететіні аз да. Яғни бүкіл адам жетістікке ұмтылады, алайда сол көп адамның масштаб, көп адамның ішінде аз ғана адам жетістікке жетіп жатады. Неге деп ойлайсыздар? Неге? Өйткені адам мысалға енді адамның мына өмір болғаннан кейін саған деген жолыңа неше түрлі кедергілер беріледі да. То саған үйіңе қонақ келіп қалады. Мысалы бізде енді ладно, курсқа қатысады, жазылады, келесі күні уже басталады, балам ауырып қалды, үйіме қонақ келіп қалды, немесе мен қонаққа бара жатырмын, қонақтар да бітпейді қазақтардың. Солай сабақты уақытылы қарамай, ми бізге всегда қарсы да. Мысалға тегін заттарды көріп қалғанда, басында адамға қызық болады дағыны, кейін ой қойыстасташ, одан қалаулым көрейін, или сабақ оқудың орнына басқа бір нәрсе жасайын деп, сөйтіп шамалы мидың қарсылығына көніп, ертең деген сөзді қолға алып, и получается жетістікті ысыра береді. Ал енді біздің Қазақстанда
қай сала болмасын, хоть қай сала болмасын, жетістікке жету данный момент өте оңай. Данный момент онлайн заманда өте оңай. Неге дейсіз ғой, қазір мен сіздерге бүкіл құпиясын оның барлығын ашатын боламын. До конца эфирді көрген оқырмандарға менен Instagram миллион курсының бірінші сабағы тегін берілетін болады. Ал енді кеттік. Алдымен осы ең маңызды нәрсе, адам жетістікке жету үшін ол өзіңді табу. Яғни өзіңе ұнайтын мамандықты жұмыс жасау және өзіңді табу. Яғни қазір көбісіне, даже менде курсқа келгенде көбісі немен айналысатынын точно білмейді. Біреулер айтады, мен и SMM маманы болғым келеді, и сауда жасағым келеді дейді. Екеуінде бір жүргізсем болады ма, Шырны ханым, деп сұрайды. Мен айтамын, сен фокусты екі жаққа бересің, екі жақты да ала алмай қаласың. Фокусты бір жаққа беру керек. Немесе үкіметте тек қана жұмыс жаса, немесе тек қана өзіңнің бизнесіңді жаса. Енді табыс табудың екі ғана жолы бар ғой. Ол немесе жалдалмалы жұмысшы болу біреуге, немесе өзіңнің кәсібіңді ашып, өзіңе өзің жұмыс жасау. Осы екі ғана нұсқасы бар, мысалға біз әйел адамдар көбінесе енді декреттік демалыста үйде отырып табыс тапқымыз келеді. Ал енді ер адамдар, олар семьяны асырау үшін оларға, яғни без разница, өз кәсібі бола ма, жалдалмалы кәсіпкер бола ма, әйтеуір оларға айлығы үлкен жұмыс болса болды, ең басы қолынан келетін жұмыс болса болды. Ал енді қараңыздар, бізде мысалға қарапайым мысал келтірейін. Мысалға бізде кейбір адамдар бар, мысалы SMM маманы боламын деп келеді, алайда бастайды, енді сен мысалы Инстаграмда, сіздер дәл қазір Инстаграмда менің ойымша сіздердің парақшаларыңыз міне бар уже. Әр адам, мысалы тігіншіміз бар, мұғалім бар, арамызда менде и сборщиктер бар, и сетевиктер бар, көп та бізде мысалы жасайтын дүние, яғни нишалар өте көп. Ең бастысы сіздер нишаларыңызды таптыңыздар, енді соны дамыту керек. Мысалға офлайн бар, офлайн режим и онлайн режим бар. Онлайн режимнің бір жақсы жері, сен осылай отырып, мысалға мен қазір 57 адамға, например, сабақ өткізіп жатырмын да, а на самом деле офлайн, мысалы мен ол сіздерге 100 адамға жаңа сабақ беру үшін мен қандайда бір офисті жалдауым керек, кәдімгідей жаңа жалдап, ол адамдар деген шулайды, ана жерде оларды тынышталтырып, жаңа сондай бір сабақ өткізуім керек та. Ал онлайнда сен мысалы сетевик бол, сен мұғалім бол, сен кім бол, сен кәдімгідей жүргізе аласың, нарыққа тез кіріп кете аласың. Егер де сен осы Инстаграмның маңыздылығын айтайын, жалпы әлеуметтік желінің маңыздылығын айтайын, әлеуметтік желінің маңыздылығын түсіндіргім келеді, бүгін сіздерге. Маңыздылығы, сіз саудагер болсаңыз да, сіз саудаңызды осы Инстаграмда жақсылап тұрып дамытатын болсаңыз, онда сіз номер 1 саудагер бола аласыз. Яғни тіптен офис жалдамай-ақ, тіптен ешқайыққа шығып қиналмай-ақ, например, сіз деген спокойно осы Инстаграмның тілін біліп алсаңыз, мысалы білім, яғни барлығында білім керек, адам успешный болу үшін де, адам барлығын жасау үшін де білім керек, сондықтан осы білімді бүгіннен бастап жақсылап тұрып аламыз. Ал енді қараңыз, мысалға сіз қазір данный момент Инстаграмда жайлап бастап жүруіңіз мүмкін, бірақ сіз ақтарып, төңкеріп, сіз ішіне кірген жоқсыз да, ол Инстаграмның мүмкіншіліктерін әлі сіз білмеуіңіз мүмкін. Әлі сізде Инстаграм туралы үлкен білім болмауы мүмкін, бірақ сіз өзіңізге шешім қабылдап қоюыңыз мүмкін. Инстаграм менікі емес, онлайн жұмыс менікі емес, мен осы офлайн болады маған. Мысалға бізде мықты сетевиктер бар, мықты мұғалімдер бар да, қазір білімін сататын, өзін көрсететін, өзінің мүмкіншіліктерін көрсететін заман ғой. Алайда сол тілін білмегеннен кейін ол өз-өзін басып, ішіндегі талантты шығармай, ол ойлайды, мен қолымнан Инстаграм жүргізу келмейді, менің қолымнан әлеуметтік желіні жүргізу келмейді деп ойлауы мүмкін да. Сол ойлардан бүгін арылатын боламыз. Яғни менде даже 65-тегі атаға дейін, 69-дағы әжеге дейін, міне қазір Гүлзада ханым қарап отыруы мүмкін. Сол кісілерге дейін оқыды және оқып та жатыр, и результаттары өте жақсы. Өйткені ол кісілер айтқан жоқ, менің жасым келіп қалды, мен уже маған Инстаграм білімі бұл неге керек деп олар айтқан жоқ, олар тырысып жатыр, олар істеп жатыр деген келеді. Ал енді қараңыздар, мысалы сіз, ладно, нишаңызды таптыңыз, жұмыс жасап жатырсыз, данный момент жұмыс жасап жатырсыз, но у вас не получается, например, сіз келіспей жатыр, мысалы сіз сол кезде менің қолымнан келмейді деп сіз қойып кетпеу керексіз, сіз ары қарай тырысу керексіз. Яғни бір қарапайым бір мысалды айтайын, бір
шетелде мықты психолог мынандай бір керемет тест жасаған. Мына жаққа бір топ қойылған, мына жерде бір топ отырған, мына жерде екінші топ отырған. Екі топ отырады. Сол екі топқа бір тапсырма береді. Ақ қағазды береді дегені, сол тапсырма береді. И тапсырмаға мына бірінші топқа қиын тапсырма береді. Бірінші, яғни міне бірінші топ және екінші топ отыр, екі топ отыр. И тест жүргізеді. Осы екі топқа тапсырма беру арқылы тест жүргізеді. И бірінші топқа 3 тапсырма береді, екінші топқа тоже 3 тапсырма береді. И мына екінші топтың тапсырмасы 3 тапсырмасының үшеуі де өте оңай болады. 6 кластың оқушыларына дейін түсінікті, сондай оңай шешілетін тапсырма береді. Ал бірінші топқа 2 тапсырмасы қиын болады дағыны, үшінші тапсырмасы оңай болады. Яғни бірінші тапсырмасы прям шешілмейтіндей қиын болады, екінші тапсырмасы тағы да шешілмейтіндей қиын болады, ал үшінші тапсырмасы өте оңай болады. И вот екі топқа бөлініп отыр, и уақыт береді. Давайте бірінші тапсырманы орындаңыздар дейді. Сосын кім орындады, қолдарыңызды көтеріңіздер дейді. Бірінші топтың оқырмандары, адамдары қолдарын көтермейді, яғни бірінші тапсырманы олар шешкен жоқ. Ал екінші топтың оқырмандары, олар барлығы тапсырманы шешті де, и моментально қолдарын көтерді. Және тағы да екінші тапсырманы орындаңыздар дейді дағыны, тағы да бірінші топ қолдарын көтермейді, яғни білмей қалады, ал екінші топ қолдарын көтеріп оны шешіп тастайды. Но хотя ешкім білмейді, кімге қандай тапсырма берілгені. Бірінші топта, екінші топта ойлайды, біздерге бірдей тапсырма берілді деп ше. Мұғалім екеуіне де бірдей тапсырма берді деп ойлайды. И үшінші тапсырманың жауабын шешіңіздер дейді. Сонда екінші топ тағы да қолдарын көтермейді, үшінші топ тағы да қолдарын көтереді. Яғни бұл жердегі менің айтқым келгені, қараңыз, мұғалім екі топқа тапсырма беріп тұр. Мына топқа екеуі қиын тапсырма болды, мына топта екеуі оңай тапсырма болды. Ал үшіншісі мұнда да оңай тапсырма. Енді мына топ қолдарын көтеріп барлық тапсырмаларын орындағанда, мыналардың, яғни мысалға енді барлық 30 адам отырады, соның мынаяқ 15-і мынаяқ жақ қол көтерді, мынаяқ жақ қол көтермейді. Өзіңіз представьте, сіз ана жерде бәрі біліп отырғанда, сіз білмей отырсаңыз, сіз ішіңізден уже не пайда болады да, бір кризис пайда болады. Мен неге білмей жатырмын, мен сонда соншама ақымақпын ба, не деген сияқты бір ішкі ой түйсігіңіз сөйтіп мазалайды дағыны. И солардан сұрайды да, сіздерге на самом деле қиын тапсырма берілді, мыналарға оңай тапсырма берілді. Ал үшінші тапсырмалар сіздердің оңай болды. Ал неге сіздер орындамадыңыздар деп сұрайды да мұғалім сол кезде. Сол кезде 15 бала жауап береді. Өйткені біз ойладық, оны да автомат түрде миымен қиын деп ойладық, біз оны да шеше алмаймыз деп ойладық дейді. Сонда мен сіздерге бұл мысалмен түсіндіргім келгені, мысалы сіздер до этого енді разный возрасттағы адамдар отыр, осы жерде разный возрасттағы адамдар отырсыздар, үлкеніңіз бар, кішіңіз бар, жасыңыз бар деген сияқты. Бірақ сол сіздер әртүрлі мына өмірдің өткелдерінен өттіңіздер де, и ойлауларыңыз мүмкін, Инстаграм менікі емес, әлеуметтік желі менікі емес, бұл әлеуметтік желілерді меңгеру менің қолымнан келмейді деп ойлауларыңыз мүмкін. Мысалға, енді байыбына бармай жатып, немесе бір бизнес, мысалы, саудамен басында айналыстыңыз, и сіз сата алмадыңыз, и до конца сіз уже ойлайсыз, менің қолымнан түк келмейді деп ше. Мысалға, әр адамның деңгейі әртүрлі. Мысалы, біреулері сурет салған жақсы көреді, біреулер там сатқанды жақсы көреді, біреулер там біреуге бірдеңені үйреткенді жақсы көреді. Әр адамның мүмкіншіліктері әртүрлі. Сондықтан дәл қазір егерде қайсы біріңізде болмасын, нишаларыңыз бар болса, және соны әлеуметтік желі арқылы, Инстаграм арқылы дамыта алмай жүрген болсаңыз, сіздер ойламаңыздар, менің қолымнан ештеңе келмейді деп. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан барлығы келеді. Мен өзімді шамалы айтып кетейін. Басында 3 жыл бұрын негізі мен сетевой бизнестерді жақсы көріп, сондай бизнестермен айналысып жүрдім. Өйткені мен декретте болдым. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, декреттік демалыста біз әйел адамдар қандай да бір бизнеспен айналысқымыз келеді, бос отырғымыз келмейді, ер адамның қолына қарағымыз келмейді, әйтеуір тәкір-шүкір бірдеңелерімізді өзіміз сатып алып, шамалы болса да жолдасымызға көмектескіміз келеді деген сияқты. Сөйтіп мен 3 жыл бұрын
осы сетевой бизнестермен айналысып жүрдім. Ну енді сетевой бизнестің өзі екіге бөлінеді, сетевой бизнес и финансовый пирамида деп. Мен сетевойда емес, мен финансовый пирамидада жүрген екенмін. Яғни бір Асыл Мұра деген компания болды, 5000 теңге тіркелесің, 2 адам тіркейсің, осыншама теңге аласың деп. Сол кезде табыс таптым, бірақ та жабылып қалды сол компания. Содан кейін барып Unity деген компания ашылды. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. Unity деген компанияны біріңіз білсеңіз, біріңіз білмеуіңіз мүмкін, бірақ ол жаққа тіркелу 350 мың теңге болатын. Содан бүкіл табысымды сол жаққа бердім и болды, компания бәрі жабылып қалды. Енді немен айналыссам болады екен деп ойлап жүрдім. Все же бір нәрсемен айналысу керек деген сияқты. Сосын ойланып жүріп, не істедім? Осы Инстаграм ол кезде дамымаған. Инстаграмда біз тек қана ол кезде фото салатын болдық. Сосын жаңағыдай қалтамда шамалы ақша болды. Сол 20 мың теңгеме осы Инстаграм саласынан білім алдым. Соңғы ақшамды прям сол Инстаграм білімге салдым. Содан курсқа қатыстым. И басында мен ол кезде орыстармен қатыстым. Ең бірінші SMM саласына қадамым 20 мың теңгемен басталды. И бір орыстардың араларында қатыстым. Ол кезде қазақтарда көп SMM саласын үйрететін мамандар өте аз болды. Осыдан 3,5 жыл бұрын аз болды, өте аз болды. Ну енді болды деп те айта алмаймын, болмады деп те айта алмаймын. Әйтеуір енді басталып жатырды ол кезде. Сонда мен оқып алдым. Сонда басында мен кірдім де курсқа и бірден айттым: кешіріңіз, мен бұл Инстаграм, SMM менікі емес екен, маған ақшамды қайтарып беріңіз деген болатынмын. Сол кезде бірінші сабақтан-ақ мен уже қашып кеткім келді. Бірақ айтты олар: жоқ, шырын, ешқандай да ақша қайтарылмайды, оқығыңыз келмесе чаттан шығып кетіңіз, бірақ ақша қайтарылмайды деді. Ну енді извините, 20 мың теңгені сен білімге салып тұрсың, енді мықтап тұрып қызықтырды, ол 50 мың теңгенің білімі болатын, соны 20 мың теңгеге бір күнде сатты. Сөйтіп мен тіркелдім. Содан не керек? Инстаграмның мына копирайтинг деп жатыр, жаңағыдай фото-видео обработка деп жатыр, сайт жасау деп жатыр. Дым миым қабылдай алмады да, ананың барлығы миым прям ашып, мына взрыв мозга болып кеттім. Сосын ойладым, бұл сала менікі емес деп жүрдім да. Бірақ оларда мынандайда, сені бірінші сабақтан кейін сені екінші сабаққа өткізбейді, пока сен тапсырма орындамайынша. Яғни сен тапсырма орындамасаң немесе чаттан шығасың. Бізде қазақтарда өйтіп айтып көр, бірден шашыңды жұлып қолыңа береді. Енді бізде чаттан шығару деген невозможный зат та. Ақшасын берсе, значит, оқыту керексің да. Сол орыстарда сондай болды. Мен как раз тіркелдім, қайтып алам дедім, ақшаң қайтарылмай чаттан шықсаң шыға бер деді. Одан кейін бар настрой болды, уже настраивать еттім. Мен осы білімді оқығым келсе де, оқығым келмесе де оқуым керек деп. Тем более үйде табыссыз отырдым да. Содан кейін бар жұмысқа шығайын десең, балаң кішкентай, үйде отырғаннан кейін бос отырғың келмейді деген сияқты ғой. Сосын бірінші сабақты оқыдым, сөйтіп миым деген тіптен алғысы келмеді, тіптен қой үшін деген оқиын ба, осының барлығы саған керек ба деген сияқты бір қиындықтар туындатты. Сөйтіп сабақты оқып, дәптерге жазғаннан кейін өзім түсіндіріп, қайта түсіндіріп, сөйтіп барып жайлап ана бір ақпаратты сен 5-6 рет оқып, оны дәптерге лекция қылып жазғаннан кейін барып, оказывается, оны түсінбейтін адам болмайды екен. Оларды сөйтіп жарыстырды да, мысалға, сен тапсырма орындамасаң чаттан шығасың, тапсырма орындасаң келесі сабаққа өтесің. Но хоть каким образом сен тапсырма орындау керексің. Сол үшін постарались, бітірдім. Сосын енді білімді алып алдым. Енді не істеу керексің? Сен ол білімді шығару керексің ғой. Уже сені білген сайын уже құлшынысың арта береді екен да. Мысалы, бір нәрсені сен уже бір тапсырманы орындағаннан кейін, уже сен екінші тапсырманы орындаймын деп мақсат қоясың. Екінші тапсырманы орындағаннан кейін, үшінші тапсырманы орындаймын деп мақсат қойып, сөйтіп мен SMM саласына келдім. Содан алғашқы курстарым 1,5 теңгеден болды. Сөйтіп 1,5 теңгеден алғашқы 10 адамды тапқанда, ой, қандай бір сезім дейсіз ғой. Сөйтіп мен осы SMM саласына келген болатынмын. Сол кезде менің өзім жап-жас, ол кезде кішкентай, сол енді 3,5 жыл бұрын ғой. Сол кездің өзінде менің өзім отказ бердім да, менікі емес, насала ойбай қиын деген сияқты. Яғни біз 2 рет қолымыздан келмесе, 3-ші рет біз автомат түрде ойлаймыз, бұл менің қолымнан келмейді, бұл менікі емес деп. Сондықтан кез келген нәтиженің артында әрекет бар, оқырмандар. Соны жақсылап миларыңызға тоқып алыңыздар. Кез келген нәтижеге жеткіңіз келе ме, оның артында үлкен әрекет тұрады. Ал енді жақсы, табысты болғымыз келеді, барлығымыз ақша тапқымыз келеді.
табысты болудың екі жолы бар. Біреуі жалдалмалы кәсіпкер болу, біреуі өзіңе өзің жұмыс жасау. Енді мысалға өмірде ең маңызды 4 нәрсе бар. Мен оны всегда оқырмандарыма айтамын, өмірде ең маңызды 4 нәрсе бар деп. Оның біреуі ақша. Ақша ол барлығымызға маңызды. Ақша, дос арасында ақша жүрмесін дейді, ақшаны қолға берме дейді, ақша қолдың кірі дейді. Бірақ дегенмен де ақшасыз өмір жоқ, ақша барлығына керек. Үйіңде артық ақша тұрса, сен любой момент өзіңнің қалаған жұмысыңды жасай аласың. Қалаған затыңды ала аласың, арманыңа қол жеткізетін осы ақша. Одан кейін барып бізде уақыт, ең маңыздысы ол уақыт. Яғни уақыт өтіп жатыр, сен сол уақытыңды бағалау керексің. Уақыттың өзі ақша деп білеміз. Одан кейін барып мансап, одан кейін барып, мінеке қараңыз. Мансап, ең маңыздысы ақша, сосын барып уақыт, сосын барып саған берілетін мүмкіндікті. Енді қараңыз, сіз мысалға белгілі бір жұмыста жұмыс жасап жатырсыз, сіз ол жұмыстан сіз ол жұмыстан ақша аласыз, және ол жұмысқа уақытыңызды бересіз. Ал ол сіздерден энергияларыңызды алады, сіздердің уақыттарыңызды алады. Яғни сіздердің бастықтарыңыз, сіз қандай да болсын жұмыс жасасаңыз, жалдалмалы кәсіпкер болып жұмыс жасасаңыз, сіз всегда ол жұмысқа сіз уақытыңыз бен энергияңызды бересіз, заменаға сіз ақшамен нені аласыз, мансапты аласыз. Мысалы, мен до этого 3 жыл болды SMM саласына курс өткізіп келе жатырмын деп тұрмын ғой. Бірақ до этого шамалы историямды айта кетейін, сіздерге түсінікті болу үшін. Яғни до этого мен осы февральға дейін мен финансовый консультант болдым. Яғни әр адам өзіне сүйікті ісін таба білу керек. Мысалға, менің сүйікті ісім, все же маған қиын нәрселерді презентация беру арқылы, презентация жасау арқылы сатып жіберген ұнайды дағыны. Потому что Домостройда сатушы болып та жұмыс жасадым. Одан кейін Хомбанкте кредитный специалист болып жұмыс жасадым. Одан кейін торговый представитель болып та жұмыс жасадым. Одан кейін финансовый консультант болып та жұмыс жасадым. Сонда менің түсінгенім, маған бір орында отырып қана жұмыс жасаған ұнамайды екен. Маған кәдімгі адамдарды көндіріп, адамдарға бір ақпарат беріп, сол адамдарды көндіргеннен кайф алады екенмін да. Яғни қиын нәрселерді сатудан кайф алады екенмін. Сол сияқты әр адамға өзінің жұмыс ұнау керек. Яғни сөйтіп менде сонда хобби, осы 3 жыл саласында финансовый консультант жұмыс жасасам да, менің хоббиім ол осы курс өткізу, адамдарға бір нәрсе түсіндіру, экран алдына шығу, тапсырмаларын тексеру, адамға бір бағыт беру деген сияқты сондайлардан мен жақсы ләззат алады екенмін. Ал енді осы февраль бірақ та мен түсінгенім, мен финансовый консультант болып жұмыс жасап жүрдім. Яғни ол как-никак государственный жұмыс, анау-мынау деп жүрдік. Бірақ ол жаққа мен все равно таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін бүкіл уақытымды берген екенмін да, ал заменаға мен тек қана финансовый консультант деген мансаппен ақша алған екенмін. Ал өзімнің мына бизнесімді дамытайын, до конца дамытайын, таңертеңнен кешке дейін эфирден түспей тұрып сабақ беретін болсаң, әрине сен, міне қараңыз, осы февральда мен заявление жаздым, мартта мен жұмыстан шығып кеттім, мартта алтыда карантин деп бәрін жауып тастады. Баламен үйде отырдым. Сол баламен, 2 баламен, бір ұл, бір қызым бар. Сол баламен үйде отырып, бір айда мен миллион табысқа уже шықтым да. Хотя мен жұмыс жасап жүргенде менде ондай да табыс болған жоқ. Өйткені сен 9-дан 6-ға дейін жұмыстасың, одан кейін үйге келесің, тамақ пісіресің, балдарыңды қарайсың, үйтесің, бүйтесің. 22:00-мен 1-ге дейін мен сабақ өткізіп жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде ойландым да, уже мен өзім жұмыс жасауым керек, уже SMM саласын қолға алуым керек деп. Сол сияқты араларымызда ниша таңдаудан ойланып жүрген оқырмандар болса, менің айтатыным екі зат емес, тек бір затты ғана қолға алыңыздар. Менің жіберген қателігімді вообще жүрмеңіздер. Мен сізге не үшін айтып жатырмын бұның барлығын? Мен бұны жұмыстан мен финансовый консультант болып жасағанда, жұмыстан мен баяғыда шығуым керек еді. Сол кезде мен уже әлде қайда табысым баяғыда көтеріліп, уже сөйтер едім деймін да. Сондықтан адам екі затпен әрекет жасамау керек. Мысалы, біреулер маған көп келеді олай. Мен и тігінші болам, и фабрикпен айналысам дейді да.
сіз или тігінші болыңыз, мықты бренд болыңыз, немесе фабрикпен айналысыңыз. Екеуінің біреуін таңдау керек болады. Өйткені ол адам, мен мысалы қазір өзімнің жеке бутигімді де ашқым келеді, бизнес ашқым келеді, и мен мықты сетевичкам, сетевоймен де айналысқым келеді. Допустим, бір жыл бұрын мен Global Trend компаниясынан бальзам іштімдегіні, маған ұнаттағыны, но все равно оны мысалы жүргізуге қолға алдым, бірақ менің мына салам қалып қойды. Яғни сіз бір саланы қолға алам десеңіз, екінші сала ол қалып қояды. Сондықтан оқырмандар, вот реально жетістікке жеткілеріңіз келе ма, бір ғана саланы таңдаңыздар. Бір ғана саланы таңдасаңыз, реально жетістікке жетесіз. Оған гарантия. Одан кейін бар, жеке бизнесмен болғанның бір жақсы жері, немесе сіз жалдалмалы кәсіпкер бола беріңіз. Жалдалмалы кәсіпкерлердің бір психологиясы, ол таңертең 9-дан 6-ға дейін жұмысқа барсам болды, айлық алсам болды деген мына миларына сондай сіңіріп алғанда, сіз ондай жұмыскер болмаңыз. Сіз сол жалдалмалы кәсіпкерсіз, бірақ та сіз сол жерде айлығыңызды өсіргіңіз келсе, сол жерде көтерілуді ойлаңыз. Алдыңызға мақсат қойыңыз. Мен осы компанияға жалдалмалы кәсіпкер болғанмен де, мен осы компанияға кәдімгі результат шығаруым керек. Результат шығарып жұмыс жасауым керек, өзімді көрсетуім керек, өзім лидер болуым керек осы компаниядан. Сол бастыққа қандай да бір жұмысын жеңілдетіп, өте жақсы сол кәсіпке больше уже жаныңыз ашып, сөйтіп жұмыс жасаңыздар. Сол кезде сіздің уже бастығыңыз да сізді түсінеді, уже побольше айлық береді деген сияқты, например. Яғни сіз белгілі бір бухгалтер болсаңыз да, немесе бір компанияда сауда жасасаңыз да, мысалы, все равно ойланыңыз да, мысалы, бұл компанияға мен қалай кәсібіне плюс әкеле алам, қалай саудасын өсіре алам, сол компанияның жұмысын қалай өсіре алам, соны ойласаңыз, онда сіз уже жақсы қызметкер боласыз, и любой уақытта мойныңызды тік ұстайсыз, және де сіздің уже айлығыңыз да өсетін болады. Ал енді сіз жеке бизнесмен болсаңыз, онда міндетті түрде қай сала болса да, осы Инстаграмды жақсылап тұрып меңгерсеңіздер, любой бизнесті өте жақсы алып кетуге болады. Енді қараңыздар, бізде жаңағы жетістікке жету үшін 3 нәрсені білу керекпіз, 3 нәрседен өтеміз. Ол біріншісі, жетістікке жету үшін настрой болу керек. Не үшін настрой болу керек? Мен сіздерге қазір айтамын. Настрой адамда, егер де міне сіздер ертең бұйырса курс оқуға келетін болсаңыздар, курс оқитын болсаңыздар, или белгілі бір жаңағы бір саланы алып жатсаңыздар, сізде настрой болу керек. Міне мен жаңағы мұғалімдерге арналған курс өткіземін деп мысалға, болды, мен соған настрой аласың, бүкіл настройымды, бүкіл назарымды соған қойдым. Жетістікке жету үшін ең біріншісі ол настрой. Любой нәрсені меңгеріп кету үшін де, любой нәрседен жетістікке жету үшін де ең алдымен настрой қоясыздар. Содан кейін барып ойлайсыздар. Яғни ойлау ол мимен жұмыс жасау. Мимен жұмыс жасау ол өте маңызды. Яғни миыңыз сіздің ертең жасаймын, арғыны жасаймын, тағы деген көптеген сізге не алып келуі мүмкін да, жаңағыдай жаман ойлау, яғни оны дұрыс ойламау, оны жаман ойлау, сондайлар алып келуі мүмкін. Яғни бірінші настройды қойыңыз, қандай да бір, даже осы қазір курстың өзінде сіз былай отыруыңыз мүмкін, бұл қыз не береді дейсің, тегін ғой деген сияқты. Жоқ, сіз настрой болыңыз, бұл қазір Шырын ханымның беретіні маған өмірлік азық болады, және мен осы беріп жатырған білімнен өте жақсы результат алып шығамын деген сияқты. Настрой қойдыңыз, одан кейін барып ойлау, яғни жақсы ойлайсыз, яғни мен осы курстан жақсы результат алып шығамын деп. Одан кейін барып инструмент, яғни инструмент меңгереміз, яғни сіздің идеяңыз болса, идеяңызды қораптау, оны жақсылап тұрып жүргізу, жүзеге асыру, сайт жасау, фото жасау, жаңағы видео жасау, оның барлығы инструмент. Сізді жетістікке жеткізетін ол инструмент болып табылады. Сондықтан осы 3 нәрсе маңызды, ең маңызды. Настрой болмаса, онда сізге мына инструменттер, қазір мен беретін инструменттер, бұйырса қазір мен сіздерге инструмент берем ғой. Егер де сізде настрой болмаса, бұл мен беретін инструменттер сіздерге тым результаты болмайды да. Яғни ешқандай да қатысы да болмайды. Ал ойлауыңыз жаман ойлайтын болсаңыз, мына инструменттер маған көмектеспейді, бұл жасаған настройым дұрыс емес деп ойлайтын болсаңыз, онда тоже бәрі провал, жасаған дүниелеріңіздің бәрі провал болады. Сондықтан ең алдымен настройларыңызды қоясыздар, одан кейін жақсылыққа ойлайсыздар, содан кейін барып инструменттерді қолданасыздар.
инструменттер осы бүкіл Инстаграм болсын, YouTube болсын, WhatsApp болсын, Telegram болсын, копирайтинг болсын, басқа болсын, бұның барлығы сіздің жетістікке жетуіңізге, сізге ақша алып келетін жақсы инструменттер болып табылады. Ал енді қараңыздар, біздер ең бастысы сіздер міне нишаңызды таптыңыз делік та. Например, ниша табу деген ол былай анықталады. Мысалы, сіздің қазір данный момент сіздерде ниша болмауы мүмкін. Енді қараңыз, біз қазір мен сіздерге айтып берем барлығын по полочкам. Мысалы, сізде қазір ниша болмауы мүмкін. Яғни немен ниша деп отырғанымыз ол мамандық. Сізге ақша алып келетін мамандық. Сіз ойлауыңыз мүмкін. Дәл қазір сіз жазып алуыңызға болады. Маған ұнайтын нәрсе, яғни маған не ұнайды? Одан кейін, яғни бірінші сұрақ, сіз маған не ұнайды, маған не жасаған ұнайды? Соны жазу керексіз, тізімін, 10 тізімін. Одан кейін барып, сол тізім маған ақша алып келе ала ма? Яғни ол тізім, ол ұнайтын нәрсе арқылы сіз ақша таба аласыз ба? Яғни ол ақша алып келетін кәсіп пе? Одан кейін барып, ол елдің, яғни басқа адамдардың проблемасын шеше ала ма? Соны ойлау керексіз. Яғни ол сіз таңдаған кәсіп, еще ол басқа адамдардың проблемасын шеше алу керек. Яғни елге қажет нәрсе болу керек. Сол кезде ғана сіздің нишаңыз табылатын болады. Енді дәл қазір міне Инстаграмға көшетін боламыз. Уже Инстаграмға көшетін боламыз. Мысалы, қараңыздар, сізде қазір данный момент ақшада жоқ, сізде данный момент мамандықта жоқ, немен айналысатыныңызды білмейсіз, бірақ бір нәрсемен айналысқыңыз келеді, бір нәрседен бір ақша жасағыңыз келеді, онда біз ақша табудың қандай жолдары бар? Немесе сіз біреуден, прям данный момент сізге бір 10 мың теңге керек деп айтайық. 10 мың теңге дәл қазір сізге керек. Онда не істейсіз? Сіз біреуден қарыз аласыз. Мысалы, біреуден қарыз сұрауыңыз мүмкін да? Яғни қарыз, бірінші вариант ол все равно қарыз алу. Ал екінші вариант ол бір нәрсеңізді сату. Ручка бар ма? Ручканы сатып жүр, немесе киіміңді сатып жүр, немесе басқа бір тауарды сату, немесе біліміңді сату, әйтеуір сату. Үшіншісі ол жаман іс, яғни или біреуден ұрлау, или там әйел адамдар тағы, яғни осы үшеуі арқылы ғана ақша табуға болады. Егер де прям притык саған қазір ақша керек болса, немесе қарыз аласың, немесе ақша табуға әрекет жасайсың, бір нәрсеңді сатасың, немесе жаман әрекетті, мысалы, мынаны алып тастаймыз, бұл бізге керек емес. Ал енді қараңыз, сату дегенге не келеді? Яғни уақытты сату, яғни уақытты сату деп отырғанымыз, уақыт пен энергияңызды сатып, мансаппен ақша алу, яғни ол жалдалмалы кәсіпкер болу. Немесе инфобизнес саласы бар, яғни біліміңді сату, немесе енді қараңыз, қазір тренд мамандықтар қандай? Жазып алыңыздар, прям дәптер мен қағазбен ручка алыңыздар да жазып алыңыздар. Бірінші Инстаграмда SMM маманы бола аласыздар. Бірінші саудадан бастайыншы. Мен сіздерге ертең бұйырсам курста не берем? Яғни Инстаграмда сіздер немен айналыса аласыздар? Саудамен айналысасыздар. Оптовиктер өте көп Инстаграмда. Қандай тауары болсын? Ол турецкий тауар ма, қырғыздың тауары ма, аяқ киім бар, күміс па, сотовый телефон, то есть сумка ма, әйтеуір любой нәрсенің барлығының оптовый нелері бар. Инстаграмда парақшалар бар. Сол жақтан сіз по минималке, яғни тауар алып, өзіңіздің қалаңызға әкеліп, мықты бір саудамен айналысуыңызға болады. Бұл бірінші вариант, яғни саудамен айналысу. Қандай да бір тауарды сату. Осы онлайн сауданы, онлайн саудамен Инстаграмды бірге меңгеріп алсаңыз, өте керемет продажа шығады. Екіншісі ол SMM маманы болу. SMM маманы болу дегеніміз ол кім? Яғни SMM ол осы әлеуметтік желінің барлығы, социальный сеттің барлығы ол SMM саласы болып табылады. Мысалы, SMM маманы деп, мысалы, мен айтады, оның ішінде фрилансер да кіреді, оның ішіне мысалы SMM саласындағы инфобизнесмендер кіреді, оның ішінде жаңағы фрилансер деп отырғанымыз, ол мысалы сіз қандай да бір сауда саттықпен айналысатын болса, қазір Инстаграмда бизнесмендерде, сауда саттықпен айналысатындарда өте үлкен аудитория көп та, барлығы Инстаграмды жақсы меңгеруді білмейді. Ал сіз Инстаграмды меңгеріп алсаңыз, фрилансер болып, онда сіз сол саладағы адамдарға көмектесе аласыз. Мысалы, саудасын жүргізіп бере аласыз, Инстаграмда дамытып бересіз, клиент әкеліп бересіз, жақсылап парақшасын жүргізіп бересіз, сайт жасап бересіз, таргет жасап бересіз, фото-видео обработка жасап бересіз, копирайтинг саласын текст жазып бересіз. Оның барлығы фрилансерлардың жұмыстары. Яғни, бір парақшаны жүргізу 50 мың теңге, айына тек қана 3 парақша жүргізіп отырсаңыз, уже 150 мың теңге сіздікі. Еще ол қиналмай табатын табыс.
екіншісі ол фрилансерлықтар. Үшіншісі инфобизнес. Яғни инфобизнесте ол міндетті түрде ол не емес. Мысалы, сіз тамақты жақсы пісіресіз делік. Тамақты жақсы пісіретін болсаңыз, онда тамақ пісіруден курс өткізіңіз. Немесе сіз бала тәрбиесінде өте жақсы біліміңіз бар. Баланы енді 5 балаңыз бар, және 5 балаңызға өте жақсы тәрбие бердіңіз. Значит, сіз балаға арналған, яғни баланы тәрбиелеуге арналған керемет бір курс, марафон ұйымдастырып шыға аласыз. Немесе сіз уже Құралай Қалиеваның, Құралай ханымның, Айнұр Тұрсынбаеваның, Шонбай мырзаның тағысын тағы, яғни психологиядан 5-7 сабаққа қатысып тастадыңыз делік, иә? Онда сіз психологияға арналған сабақ өткізіңіз. Неге өткізбеске? Яғни психологиядан жинаған білімдеріңіз көп болса, онда психологияға арналған керемет өзіңіздің бір жолыңызды тауып, изюминкасын тауып, білім өткізуіңізге болады инфобизнесте. Немесе сіз тоқудан жақсы тіге аласыз. Онда тігуден арналған инфобизнес, яғни білім курс өткізуіңізге болады. Оны курсты өткізу, оны ұйымдастыру барлық проблема емес, инструменттерді меңгеріп алсаңыздар. Одан кейін, мысалы, сіз кредитный специалистсіз и кредит алғанда, яғни кредит туралы бүкіл нәрсені білесіз, да? Мысалы, халыққа сол кредит алар кезде қандай сұрақтарға жауап білу керек, қалай кредитный историяңды бұзып алсаң, оны қалай дұрыстау керек деген сияқты. Егер сіз кредитный специалист, кредит жағынан өте жақсы білетін болсаңыз, онда қай банк қандай төлем продажалар бар, қандай банктың проценттері көп, бәрін зерттеп алып, и соны халыққа үйрету арқылы өте керемет, яғни өте керемет курс өткізе аласыз. Мысалы, Дәулеттен дегенді білетін шығарсыздар, ол кісі үй алудан мысалы керемет курс өткізіп жүр, иә, мысалы Байытбекті десек те болады. Немесе тағы сіз мысалға келінсіз, енемен қарым-қатынасыңыз прям суперский. Басында енеңіздің мінезі нашар болды, бірақ сол енеңізбен қарым-қатынасыңызды дұрыстадыңыз да, қазір нәтижесінде сіздің енеңізбен қарым-қатынасыңыз жақсы, неге сізге ене мен келіннің арасындағы қарым-қатынасты түзейтін курс өткізбеске? Яғни инфобизнес дегенде ол мәселен любой нәрсені, мысалы сіз мұғалімсіз делік, өте жақсы мұғалімсіз, сіз плюс SMM саласын менен үйреніп алдыңыз. Аласта мұғалімдерге арналған SMM деп үлкен курс өткізесіз. Сіз өйткені мұғалімдердің проблемасын білесіз ғой. Сондай қылып неше түрлі жасауға болады. Немесе сіз сетевойдан жақсы біліміңіз бар. Сіз сетевичкасыз, мықты сетевичкасыз. Сетевиктерге инфобизнес жүргізуге болады. Мысалы, сіз Global Trend компаниясында айналысасыз делік, Global Trend компаниясында денсаулыққа байланысты ақпараттар көп та. Алыңызда сізде сол бір жағынан сіз Global Trendті дамыту керексіз, екінші жағынан инфобизнес арқылы келіңіз бұл компанияға, инфобизнес арқылы шақырыңыз. Яғни сіз курс өткізесіз, денсаулықты қалай жақсартуға болады, денсаулықты 3 күнде жақсарт деген сияқты курс өткізу арқылы, еще оны ақшаға өткізіп, еще көптеген мәліметтер беріп, еще өзіңнің Global Trend бальзамыңды сатасың деген сияқты. Яғни инфобизнес, любой саланы инфобизнес арқылы. Мысалы, сіз күшті шаш құюды мықты білесіз енді, күшті білесіз енді. Соны видео арқылы жасап, шаш құюдың мықты мастер болыңыз. Мысалы, немесе макияж жасайсыз. Алыңызда видео түсіріп, инфобизнес арқылы макияж жасаудың қыр-сырын меңгердіңіз. Немесе сіз массажистсіз. Алыңызда массаж жасауды онлайн үйретіңіз. Яғни барлық бизнесті инфобизнеске әкелуге болады. Яғни үшінші вариант бұл инфобизнес арқылы даму. Немесе сіз тіпті SMM саласының өзіне менің сабағыма қатысыңыз, Пәленбайдың сабағына қатысыңыз, Түгенбайдың сабағына қатысыңыз, Бақырашкүлдің сабағына қатысыңыз. Сізде уже білім жиналып қалды. Білімді жинап жатсыз, бір күні бұқсайсыз да, атыласыз да. Сондықтан ол білімді жинай бермеңіз. Алыңызда по полочкам инструментті меңгеріп алыңыз да, адамдарға ұсыныңыз. Болды, ол түкте қиын емес. Инфобизнес арқылы білім, иә. Одан кейін барып, сіздер жаңа SMM маманы болып курс өткізулеріңіз болады, ол да инфобизнеске келеді. Қазір енді мысалы, еще фрилансерлықты айттым мен да, оның ішіне сайт жасауды мысалы, жақсылап меңгеріп алсаңыз, 5000 теңге сайт жасап бересіз, 3000 теңге текст жазып бересіз, 2000 теңге картина жазып бересіз, 3000 теңге видео жасап бересіз деген сияқты. Және қазір өтімдісі фотограф болу. Яғни қандай да бір мысалы енді қазір фотографтардың заманы өте керемет жүргізуге болады. Фотографтар прям дефицит болып жатыр да.
қазіргі тренд мамандықтардың ішінде фотографты мен айта аламын. Өйткені басқа біреуді фотоға түсіресің, бір сағатта 15 мың теңге тауып келесің. Мысалы, фотоаппаратыңды өңдеп алуға болады. Яғни оны фотоаппаратсын 24 айға кредитке аласың, но зато оның ақшасын шығарып аласың деген сияқты. Немесе тіптен нишаңыз болмаса, нишаңызды табудан ойланып жүрген болсаңыз, мысалға, яғни любой, мысалға сіздің қолыңыздан не келеді, өзіңіз ойланып қараңыз. Мысалға, сіздің қолыңыздан тігін тігу жақсы келетін болса, онда просто тігін тігуден мастер-класс ұйымдастыруға болады. Тігін тігіп, жаңа әдемі заттарыңызды, сумочкаларыңызды немесе басқасын Инстаграм арқылы жақсылап тұрып сата аласыз. Мысалға, немесе саудамен айналысатын болсаңыз, еще саудаңызды өткізіңіз Инстаграм арқылы, өте жақсы. Еще плюс инфобизнес өткізіңіз. Саудамен, жаңа сауданы қалай жасауға болады, қаяқтан заказ беру керек, қалай алдыру керек, қалай оптовик табу керек деген сияқты қылдыр. Яғни сатам, яғни ниша табам деген адамдарға білім өте көп. 2020 тренд мамандықтары осы SMM, инфобизнес, фрилансер, жаңағы сетевиктер, фотографтар өте жақсы табыс таба алады. Мысалы, тек қана копирайтер болуға болады, тек қана текст жазып беріп табыс табатын деген сияқты. Яғни сіз осылай арқылы, мысалға, біреулер бар, мен сата алмаймын деуі мүмкін да. Яғни мен қанша жерден инструментті меңгеріп алайын, мен өзім сату менің қолымнан келмейді деп айтатын адамдар өте көп. Араларыңызда болуыңыз мүмкін. Жақсы, бұның барлығын, бұл кәсіпті таңдайын, мен ары қарай қалай жүргізем, ары қарай қалай алып кетем деп айтасыз да. Яғни бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы сіз өзіңіздің нысандағы аудиторияңызды табу керексіз. Мысалы, сізге идея келді. Міне идея келді. Енді сол идеяны біз қораптау керекпіз. Идеяны қораптағаннан кейін сіз уже білу керексіз да, бұл идеяңыз, яғни сіздің, мысалы, таңдаған нишаңыз, сіздің нысандағы аудиторияңызды анықтау керексіз. Менің нысандағы аудиториям кім, және менің ақшам, яғни сіз, мысалы, сол нишаңыз арқылы ақша аласыз ғой, сіз просто өзіңізге сұрақ қойыңыз. Менің ақшам кімнің қалтасында жүр? Яғни сіз нысандағы аудиторияңызды анықтағыңыз келсе, солай сұрақ қойыңыз. Менің ақшам кімнің қалтасында жүр? Және ол ақшаны мен қалай алам деп. Осындай сұрақ қою арқылы өте жақсы жаңағы негізді нишаңызды тауып кетуге болады. Яғни сіз тігінші болсаңыз, сіз ойлануыңыз керек. Менің ақшам кімнің қалтасында жүр, және мен оны қандай әрекеттер арқылы өзіме аламын деп. Сонда табысты боласыздар. Ал енді қараңыздар. Міне сізге идея келді. Міне идеяңыз бар. Енді біз оны упаковкалаймыз. Упаковкалегенде осы Инстаграмды меңгереміз. Инстаграмда профилімізді толтырамыз. Одан кейін барып біз профилімізді толтырғаннан кейін уже жаңағы, мысалы, профиль бар емес па, өзіңіз туралы жазу, нишаңыз не туралы, соны әдемілеп тұрып толтырасыз. Одан кейін барып актуальныйыңызды енгізесіз, домалақтар тұрады ғой, соның сыртына оформление жасайсыз. Өзіңіздің парақшаңызға қандай да бір түс таңдайсыз. Яғни, мысалы, ол түс болуы мүмкін. Мысалы, біреулер бар да, WhatsApp-тан келген суреттерін салады, біреуден келген суреттерін салады. Жоқ, олай жүргізбеу керек. Сіз Инстаграмыңызды жүргізіп жатырсыз ба, аватаркаға немесе логотип қоясыз, немесе өзіңіздің суретіңізді қою керексіз. Әдемілеп профиліңізді толтыру керексіз. Профиль, мен оны қазір сіздерге отдельно сабақ берем, осы прямой эфирден кейін міндетті түрде отдельно сабақ болады. Ол сабақта сіздерге міндетті түрде айтылады. Қазір мен не қосып алайыншы, және. Яғни оның барлығы айтылады, кәдімгі қалай толтыру керекпіз. Мысалы, қазір мен ең басты мотивация беріп жатырмын, нишаны қалай анықтау керек, солар туралы айтып жатырмын. Сабақ біткеннен кейін сіздерге сабақ беріледі, яғни жаңа алдын ала дайындалған видео, ол жерде кәдімгі по полочкам көрсетіп тұрып түсіндіргенмін. Соны мен сіздерге бұйырсам, міне до конца қараған оқырмандардың барлықтарына сыйға беретін боламын. Арнайы тобымыз бар, WhatsApp, сол топқа қосыласыздар. Одан кейін бар, міне идея келді, оны упаковкалаймыз. Мысалы, Инстаграмды жүргізгенде былай ғой, мысалы, сізде Инстаграм парақшаңыз бар. Енді сіз ойлауыңыз мүмкін да, маған көбісі келеді да, маған тек қана Шырын ханым таргет жасап беріңізші, болды. Таргеттен басқа маған ештеме керек емес дейді. Мен айтамын, қалай саған мен таргет жасап берем, қайда парақшаңыз қайда десем, парақшасын береді. Парақшасында дым жоқ, результат жоқ, я фото жоқ, я видео жоқ, я бір әр жақтан алған тойда түскен суретті, WhatsApp-тан келген суретті, қайырлы таң, қайырлы түн деген суреттер, бала шағасының суреттері, некачественный суреттер, әдемі түсірілмеген, әдемі монтаждалмаған, бір өзінің бір суреттер, кілең тойда түскен суреттер болды. Сонымен келеттегіні мен сетевикпін дейді, немесе
маған мен саудамен айналысам дейді, бірақ ана суреттерінің барлығын қарасаң адам шошиды. Яғни бір артқы фондары жоқ, қалай солай түсілген, бір дизайн жоқ, вкус жоқ, қорапталмаған. Мысалға сіз өзіңіз базарға барсаңыз да, мысалға әдемі сырты қапталған коробка шоколад тұрады, мысалға, бір шамалы пакеті жыртылып қалғанда коробка шоколад тұрады. Сіз қайсысын аласыз? Сіз әдемі сырты әдемі жылтырлаған алтын түсті кәдімгі коробка шоколадты аласыз, өйткені оның сыртқы упаковкасы әдемі. Сондықтан да Инстаграмда да бәсекелестер өте көп. Міне сізге идея келді ма, алдымен бәсекелестерді зерттеп алыңыздар. Сіздің конкуренттеріңіз кім, ол бәсекелестердің не плюсы бар, қандай минусы бар, сол плюсын өзіңізге алып, минусын өзіңізден алшақ қылып, яғни конкуренттерді зерттеу арқылы Инстаграм парақшаңызды мұнтаздай тап-таза қылып қою керексіз. Өйткені Инстаграм парақшаны әдемі ұстау, ол бізге конкуренттерден жоғары тұруды, өзімізге сенімділікті береді. Клиенттер сіздерді қарау арқылы уже сізге сенімді болады. Мысалы, мен қазір курс өткізем деймін, бірақ парақшам не туда, не суда, подписчигім аз, отзывтар болмаса, сіздер мені бүйтіп қарамас едіңіздер да, курс өткізетін кім екен, бірінші өзінің парақшасын дұрыстап алсын деген сияқты қылдырып. Сондықтан сыртқы упаковка маңызды. Мысалы, қарапайым мысал келтіріп өтейін, сіздер үйдесіз, үйіңізге бір қонақ келейін деп жатыр. Сіз үйіңізге қонақ келейін деп жатырғанда міндетті түрде жақсылап дайындаласыз ғой. Үйіңізді сыпырып жуасыз, шкафтардың ішін дұрыстайсыз, сыртын дұрыстайсыз, кәдімгідей список жазасыз, қандай тамақтар аламын, қандай салат жасаймын, второйға не жасаймын, первойға не жасаймын, жаңағы қандай салаттардың құрамдары қанша теңге тұрады, фруктыға не аламын, тортқа не пісіремін деп бәрін спискасын жазып, продуктыны алып келесіз, үйіңізді тап-таза қылып жинайсыз, құрақ көрпелеріңізді жаңағы жаясыз, одан кейін кісілердің барлығын күліп қарсы аласыз, өзіңіз әдемі киініп аласыз деген сияқты, чтоб қонақтар жаман ойлап қалмасыншы деп. Ал Инстаграмда да дәл солай. Сіздер мысалы жан-жаққа реклама, яғни упаковка жасағаннан кейін біз реклама беру керекпіз. Рекламадан кейін біз сату керекпіз. Сатудан кейін барып клиентпен жұмыс жасау керекпіз. Яғни сол процесстердің ішінде сіздердің Инстаграм парақшаларыңыз өте маңызды. Сіздің Инстаграм парақшаңыз қалай солай, бір визуал жоқ, бір картинаңыз дұрыс емес болса, адамдар ойлайды ғой, мынаған сенуге болмайды екен деп ше. Сондықтан да қонаққа қалай дайындаласыздар? Инстаграмда да сіздердің подписчиктеріңіз, сізден тауар алатын адамдардың барлығы сізде солай қарсы алу керексіз. Кәдімгі Инстаграм парақшаңыздың визуалы, Инстаграмда жазған тексттеріңіз әдемі, мәнді, сәнді, кәдімгі өрнектелген, абзацтарға бөлінген, көзге көрнекті етіп реттелген, профильдеріңіз жақсы толтырылған, суреттердің качествосы жақсы, өңделген. Қазір не только сотовый телефонмен түсіп, сол картиналарды жақсылап өңдеп қана шығаруға болады. Не обязательно фотосессия жасау, не обязательно фотографпен жасау. Ең бастысы уақыт тауып, өзіңіз суретке түсіп, әдемі контент жасау. Кім болсаңыз да Инстаграмда даму өте оңай, мен сіздерге айтайын. Өте оңай. Тек әрекет жасау болды. Нәтиже көргіңіз келе ме, әрекет жасаңыз. Қонаққа қалай дайындаласыз? Жүгіріп тұрып дайындаламыз ғой қонақ келерде. Ойбай деп жүзбен, чтоб жақсы ойлап қалсыншы, шырынның үйі әдемі деп ойласыншы, тамақты жақсы пісіреді деп ойласыншы деген сияқты. Ал Инстаграмға да біз солай қарасақ, адамдар, маған парақшама келген адамдар пайдалы ақпарат ала алсыншы, стористерінен жақсы ақпарат ала алсыншы, мені жақсы таныса екен. Мысалы, сіз қонақты күткенде бір әлем-жәлем жыртық-мыртық халатыңмен күтсең, айтады, өсек қылады, ой, үйінде бір дұрыс халатты кимейді деген сияқты. Міндетті түрде әдемі киінесіз. Сол сияқты Инстаграм парақшаңызға салған фотоларыңыз де әдемі болсын. Бірден сата бермеңіз. Мысалға, көбісінің ошибкасы: мен сатам, мен саудамен айналсам, мен сетевикпін, ойбай келіңдер, біздің компания өте күшті деп моментально сатып жібереді. Хотя аудиторияны қыздыру керек, ол холодный аудиторияны ыстық, мұздай аудиторияны ыстық аудиторияға айналдыру керек. Оның бәрі жатқан, кәдімгі бір жатқан инструмент, оның барлығы жатқан мынау деген қарбалас, былай ыстық айналып жатырған дүние. Осының барлығы психологиялық тұрғыдан ойлап қарасаңыз, бірден келетін нәрсе емес. Сондықтан еще айтасыздар. Мысалы, өздеріңіз бір дұрыс жүргізбейсіздер де, потом айтасыздар: ой, Инстаграмда пайда жоқ. Ой, Инстаграм маған менікі емес. Ой, Инстаграм үйткен, бүйткен дейсіздер. Хотя Инстаграм өте маңызды дүние. Бұйырса, Инстаграмның құпиясы туралы мен сіздерге екінші неде айтам.
екінші эфирде айтам, қазір екінші эфирге тағы да қосылыңыздар. Яғни бірінші эфирде мен сіздерді психологиялық тұрғыдан дайындап алдым, чтоб келесі ақпараттарымды жақсы тыңдау үшін. Өйткені мен бірінші эфирде бірден ақпараттарын берсем, лоқсып құсасыздар да. Не айтып жатыр деп мысалы тыңдағыларыңыз келмейді, өйткені ана жерде айтылатын сөздерді түсінбеулеріңіз мүмкін. Сондықтан бірінші эфирде мен психологиялық настрой жасап алдым. Қазір сіздерге екінші эфирде уже нақты инструменттерді беретін боламын. Давайте эфирге кіріңіздер қайтадан.